Теңіздің асау айдынында балықшы торын төгеді, жанасып толқын қайығына сағынып қолын өбеді. Көк теңіз күмбірлеп сырласқанда, маржандар шашады нұрлы аспанға. Балықшы күлімдеп шаттанады, кеудесі толғандай жыр дастанға. Тербейді бір сәт толқын бесік, балықшы қызды әлдилеп, шырқайды сұлу ескек есіп, теңізбен бірге бүй билеп. Көк теңіз күмбірлеп сырласқанда, маржандар шашады нұрлы аспанға. Балықшы күлімдеп шаттанады, кеудесі толғандай жыр дастанға. Танисыздар, ел мен жұрттан сұратпай, келе жатқан өнер туын құлатпай, сахнаға жарты ғасыр сән берген музасы болып асыл тектің мұраттай. Өнер жайын тамыршыдай елеген, айналасын ән думанға бөлеген. Базар апа жыр отаудың анасы, қос тірегі Жандоспенен төлеген. Көпке мәлім айтпасақ та бұл дерек, қимылына тәнті болып шөлдебек. Базар апамның айдай аппақ аруы, Санирашның билегені бір бөлек. Көңілінде шуақ шашқан бар көктем, шамшыраққа теңередік жарқ еткен. Күй ағаға сірә арман болған жоқ, Базар ападай адал жанды жар еткен. Қымбатты балалар, қадірменді өнер сүйер қауым, Арал аудандық оқушылар үйінің бүгінгі құрметті қонағы, бүкіл саналы ғұмырын ауданымыздың өнері мен мәдениетін дамытуға арналған облыстық, республикалық, бүкіл одақтық өнер байқауларының лауреаты, мәдениет саласының үздігі, төсбелгісінің иегері, аудан өнерпаздарының анасы атанған Абзалжан Базар Қостайқызы. Бүгінгі кездесу кешінің мақсаты Базар апаның өнегеге толы өмірін, көңіл көкететін көркем мінезі мен өміршең өнерін өскелең ұрпаққа үлгі ету, насихаттау. Қазағымның қасиетті қара домбырасының қос ішегінде қосылған Базар апа мен Мұрат аға өнерді өмірлік мұрат етіп, өмір айдынында қос аққудай бірге жүзіп, ел ықыласына бөленді. Сырлы сезімге толы шуақты шақтарда Базар апа Мұрат ағаның шығармашылық шабытының өзегіне айналды. Мұрат аға, өзіңсің жалғыз арманым, қайдасың сен, аққуым менің, еркетайым ертегім, бал дәурен әндерін Базар апаға арнап жазды. Базар апаның өнерімен өрнектелген өмір жолы да, шығар биігі де жан серігі Мұратпен бірге болды. Базар апа үшін сапарсыз, сахнасыз күн бос өткен күн, берекесіз, берері жоқ күн болатын. Осындай өнер жолдарымен жалғасып жатқан оның ғұмыры жұлдызды жылдарға толы еді. Соның бірі 1980 жылы құрылған Сыдықовтар жанұялық ансамблі болатын. Базар апа ансамбльдің жоғарғы шығармашылық жетістіктеріне жетуге өзінің өнері мен аналық қамқорлығы мен ұйытқы болып келеді. Жанұялық ансамбльдің анасы Базар апаны аралдықтар аудан өнерінің анасы деп бағалайды. Базар апа үшін өзі сүйген халқына өзі берген осы атағынан артық марапат жоқ. Қымбатты көрермен, енді Базар апамыздың бейнебаянын тамашалаймыз. Сыдықовтар халықтық отбасылық ансамблінің әншісі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері
Базар Қостанайға. Қуанышым қызығым нұрлы жарым, сыйлаған жаныма гүл зарпағым. Сен жоқ кезде бұл өмір сәнсіз нәрсіз, тек өзіңмен бақытты әрбір таңым. Сен жоқ кезде бұл өмір сәнсіз нәрсіз, тек өзіңмен бақытты. Ендеше Базар апада Асылжанға жарының шығармаларын тыңдатып, көңілін бір серпілтіп, сағынышын басу үшін сахна кезегін өнерпаздарға береміз. Оқушылар ансамблінің сүйемелдеуімен Мұрат Садықовтың әні Сырдария. Базар апа Мұрат ағаның әнін орындайтын оқушылар үйінің ұстаздары Жансая, Гүлнар, Нұргүл қыздарымыз. Ән Сырдария. Оқушылар үйінің сахна тілек үйірмесінің оқушылары Мұрат аталарының отты жырларын жатқа оқып, әндерін әуелете шырқайды. Олай болса, кезекті жыр сүйер өрендерге береміз. Мұрат Садықов домбыра. Сенің шағын кеудеңде қазағымның жыры жатыр, кең даламның сыры жатыр. Болашақтың айтылмаған мөлдір сазы тұнып жатыр. Ағарулар
әнарулар шымылдығын құрып жатыр. Ғажап, бәрі бір кеудеңе қалай ғана сыйып жатыр. Бәрі керек, баян тарт, гитара тарт, сырларын ашу өнердің қызыққа бар. Бірақ сен шын өнерпаз болам десең, алдымен домбыраны үйрену шарт. Бірақ сен шын өнерпаз болам десең, алдымен домбыраны үйрену шарт. Пайғамбарда бас иген. Бар әлемге нұрын төккен көк аспанның төріне, сұлу бар ма күннен асып, айдан асып көрінген? Жоқ қой десең, егер біреу асығыста ойланбай, бар деймін, қолды созып биігірек бәрінен. Ол киелі ана, киелі деп айтпаймын бос бекерден. Бұл өмірге мені, сені бәрімізді әкелген. Мейлі дана, мейлі бай, тіпті сонау патшада, ана алдында борышы көп, парызы жоқ өтелген. Уа, ұрпақтар, тыңдаңыздар, салиқалы ой теген, ұлы Алла аналарды нұрдан жасап шын сүйген. Қойыңызшы деп айтудың өзі күнә білсеңіз, өйткен оған пайғамбарда қадір тұтып бас иген. Мұрат ағаның сыр гүлі әні қазақтың күміс көме әншісі Роза Тәжібайқызына арналған еді. Бұл әнді Роза Бағланов өз репертуарына егізіп үлкен сахналарда орындады. Базар апа, осы әнді сіз де талай сахна төрінде әуелеткен шығарсыз. Бүгінгі кешімізде сыр гүлі әнінің кезінде Мұрат ағадан сабақ алып, шәкірті болған Гүлбақыт апай ансамбльдің сүйемелдеуімен орындайды. Қабыл алыңыздар, ән сыр гүлі. Бір-ек ауыз сөзім бар, тыңда жаным. Білесің бе, сен нанның ұлы
ұлы дәмін, сол дәм үшін күн түні терін төккен сан мыңдаған жұмысшы диқан бар. Сол дәм үшін күресіп мерт болып кеткен талайлы тар кезеңде аталарың. Күнің туып арайлы атып таңын, жарқыратып жақты ғой бақытшымын. Жырмыз міне бәріміз шалқып басып, иемденіп өмірдің жасыл бағын. Көрген дұрыс қызығын кеңшіліктің, қалмай бірақ ығында кемшіліктің. Ойлап көрсе, бар кілті нанды беспе, еңбек білім, арман ой тіршіліктің. Дәмді сылау бұрышы бәрінің де, бөбектің де, жастың да кәрінің де. Ей патшағар, тастама, көтер жерден, немене наннан безіп жерідің бе? Қой үстіне бозторғай жұмыртқалап, біздеріне бөлек қой уақыт талап. Бірақ сонау сорлы елдің пенделері қарананға зар боп жүр қайғы жауап. Нанды ұмытып мастанба, ойлан, тоқта, қиғымында түсірме, биік сақта. Сездің бе сен ең алғаш нанның дәмін анаңның ақ сүтімен келген жоқ па? Ей адамдар, пәтуасыз болып мұңдар, тоғышар топастыққа бой ұрмаңдар. Аяла, ұлы дәмді қадір тұтып, парасат, ізгіліктен айырылмаңдар. Мұрат ағамыздың танымал әні «Шаттанамын» орындайтын оқушылар үйінің ұстаздары. жаңа қыздардай оқушы болдым. Енді үздік оқушы болдым. Мектепте оқыдым. Одан кейін 8-ті бітіріп педагогикалық училищеге түстім. Қауын қарбызды мұздай кетсем көп жеп қойып ауырып қалдым. Ауырып қалғаныңыз дұрыс болды, ауылға қайтып келдіңіз. Сосын академический отпускқа бел ауырып қалғасын. Сосын академический отпускқа алып мәдениет үйіне жұмысқа тұрдым. Мәдениет үйінде ағаларым көп болды, соның әйелі болып шығарым. 60 жыл бақытты өмір сүрдім, Құдайға шүкір. Әндерінің сөздерінің бәрін өзі шығарды. Қарап отырсам мен тірі кезінде мән берген жоқпын, шынымды айтайын. Өлгеннен кейін тыңдап әлі өлемін.
жарыма не деген ақын болғансың деп тебіренемін. Әсіресе батысшылықтың сөзін қандай әдемі жазған. Жаңа шақтананның да сөзін өз жазған. Майдангерлер мәңгі жасайтынын да өз жазған. Сыргүлін Амангелді Смағұлов деген ақын болды осы арада. Керемет қарымал ақын болды. Қазір Ақтөбеде сол жазып Сыргүліні. Бүгін өзі ұсыныс беріп, Сыргүлге сөз шығарып берді. Қайдасың сенді еңі өз шығарған. Содан шөмішбай тексеріп үйге келіп, үйде болды ғой қонақта. Мынадай сұлуға, бұл кезде сұлу едім. Мынадай сұлуға, мынадай сөз келін кіремейді, әдемдеп шығарайық деп. Қайдасың сенді, қайтадан әдемдеп шығар. Қымбатты оқушылар үйінің оқушылары, сендердің тыңдап отқандарыңа қуанып отырмын. Өйткені ертең мен тірімде Мұрат аталарымды жарнамалап жүріп, шығарып жүрім. Мен өлгеннен кейін сендердің қолдарында Мұрат аталарымды шығарып, халыққа насихаттау сендердің қолдарында. Ағаларың әрі ақын болды, әрі ән жазды, әрі күй жазды, жыр жазды. Зерттедім. Би үйретті. Мына театрландырған колледж дейді, алаңда 100 қызға би үйрететін. Ерінбей туған көйлер бар шығар көргеніміз. Сосын соғыс үшін болған қандай оқиғаны көрсететін. Соны біреу жаса деп жастар етпей, өз сол 1 майға, 9 майға, Наурызға дайындайды. Және үйге келмей, сол күннің ыстығында, суығында дайындап жүреді. Еңбек көріп өтеді. Құдайға шүкір еңбегіне сай атақтарын берді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, өнер қайраткері, Қазақстанның мәдениет қайраткері, Аралдың құрметті азаматы, халық алғысы, еңбек даңқы, құрмет орденін беріп Көшербаев айналайын. 3 сағаттық концертін көріп отыр. Ана үйге Зеңәулік комбинаттың қасындағы үйде, 2 этажды үйде, 2 бөлмелі үйде тұрдық. Содан біздің үйге 2 рет қолынан дәм тапты. Мына құндыздар куә өте бұл комсомол комитетін басқарып жүр. Еріп келетін. Содан кімге айтынамғы шауқанатқа, мынау Мұрат Сылқыққа мына 2 бөлмелі үй, ұят қорқыстың. Біреу өтеді, қонақ келеді және. Деп қазіргі кең үйімізді алып берді. Өзде Қолдабай Ақпанбетович бірінші хатшы сол алып берді. Құдайға шүкір өнері мен таңғаламын. Әрі ән шығарады, әрі күй шығарады, әрі жыр шығарады. Бір күні жаңағы Сырдарияға Нұрғиса Күрен дейіп ән шығарыпты. Содан Зейнолла Шүкіровтің үйіне барды. Балдар ескірді ма? Үйіне барды. Содан мен сіздің мынау әніңізге Нұрғиса ән жазған екен, бірақ мен де ән жазып алып келдім деп. Содан Зейнолла Шүкіров сенің әнің күшті екен деп, сол әнді қатты қабылдады. Және мынаны орындадыңдар деп аудан басшыларына бүтінше сөйтіп сол ән орындалып жүр. Құдайға шүкір жаңа рахмет оқушылар үйі жанды дауыста әлемдеп айтып жатыр. Мен жаңа анада өзіме таңғалып отырмын. Әнші болып бұлдым жақсы. Қазір өйтіп айта алмаймын. Ағаларым үлгелі ән айтып отырмын. Мына көп жылаған пойыздықтар екен, пойызден қалдым, аяқтан қалдым. Ағам өлгелі нағыз, настоящий кемпір болдым. Шыны керек. Шүкір, бірақ жүрегім ауырады екен, 60 жыл бірге өмір сүрдік. Москваға жүріп бардық. Алматыға жыл сайын шақырып тұрып бізді телевидениеге. Құдайға тәуба. Жаңа сұхбат алып тұр ғой бір жігіт. Жарқын Шәкәрім деген жігіттер режиссер.
сендерге қызығымыздай қарап отқанша мынадай далада көк адың ортасына түсіп бізді шаймен келе жатса метр 3 метрдей тереңдікте құдық тұр. Анан байқамағанымда түсіп өледі екенмін. Дереу арттан содан жасаған Базеке неге құтқарылсын? Енді мына құтқар түсіп өлейін бе деп сөйлеп ойбай Базеке абыройымыз бар екен. Онда мені жұмыстан шығарып тастайды дейді. Абыройымыз бар екен деді. Небір қызықты көрдік қой, небір әншілермен Роза Бағланова екі рет қолымнан дәм тартты. Фариса Оңғарсынова келіп қолымнан дәм тартты. Одан шетелдіктер үйден шықпайтын. Қайда тап болғанын білмей күнде әйтеуір 5 күнде бір шетелдік келеді тұрады. Италия, Испания, Швейцария, Швеция, Түркия келеді тұрады. Барлығына қабағымды шытпай қонақ қылып шайладым бәрінде. Аллаға шүкір ағамның өнерінің арқасында мен базар болдым. Оны қосқан менде әнші кімде жоқ, қайда жоқ. Менде қатын қайда жоқ. Ағамның арқасы бар бәрі. Панк ағамның. Сіздерге үлкен рахмет, айналайын Гүлнар Қанағат Махамбетова, Гүлнар Сатықбаева. Сіздерге үлкен рахмет. Ұрпақтардың білгені дұрыс әрине, аталарын. Жаңа қыздар айтып жатыр әнді. Иә. Мұрат мәңгі өлмей, ғасырдан ғасырға кете береді деп ойлаймын. Ақсымызды қалай шығарғанын айтайын ба? Сен? Тоша ғой, тоша. Бағанан бері сүймей жатсың. Ақсымызды қалай шығарғанын айтайын. Кеме бар бұл кезде, Арал теңізі толып тұр. Кемемен теңіз жағалауын араладық. Шыны керек жүрегіңді алады теңіз. Қатты алады жүрегіңді. Содан бұл ана қара социалистік еңбек ері штаб бітеуге балап жүр әне деп. Кемеден түсті жаяу штаб бітеуге бара кетті. Содан Күлдірам қыздары концерт беріп жатыр, бағыдай. Bir кезде Шағыш деген қызды сүйемелдеп тұрып, Шәмші Қалдаяқовтың әні қайда осында айтып жатқан. Жаңа қыз тастап та кетіп қалды мүмкін. Мен қиналдым. Содан бір кезде, әй Сарас, мені кешір. Ана штаб бітеуге барып көргесін, мына жеріме ән келіп жатыр. Мен кішкене байыммен тартып тұрайын соны. Жаттап алайын кішкене, сен айып етпе. Мен сені тартып кетейін деген ниеті болған жоқ. Ән келіп қалғасын, кетіп қалғаны бар. Кешірім сұрап, сөйтіп штаб бітеуге арнаған әні. Социалистік еңбек ері балықшыл деп. Анау Төлеген Әлімбетовке Алматыға барғанда жаңа сенің жерлесіңді көрдік деген ғой ішіндегілер. Кім деген? Төлеген Әлімбетов. Яғни алдында түсірдік. Қаяқта тұрады екен? Шелек ауданында. Құлағына Шелек ауданы деген сөз тигесін Төлеген Әлімбетовті іздеп барған ғой. Мүмкін. Іздеп барса, айналайын Мұратжан, іздеп білгеніңнен айналайын сенің. Балықшығыз аралмен мұңдасу, теңізбен мұңдасуды айтшы мен тыңдайын деген ғой. Теңізбен мұңдасуды айта бастағаннан ана кісінің Төлеген Әлімбетовтің тебірен көзі босайды, көңілі босайды. Оны көргесін біздің мұңар жағында көңіл чек көзге жасты елтіс беріп тұрған сыртқа шығып кетеді. Сөйтіп, айналайын Мұрат, қанша дегенмен өзінің туған жерін сағынбайтын адам жоқ. Туған жерін сағынбайтын адам жоқ. Төлеген Әлімбетов туған жерін сағынып, сол теңізбен мұңдасуды айтқызған Мұрат ағана. Мұрат ағаның білмеймін, мына Қытай басынан қаяқтан шығатынын білмеймін. Құдай сақтасын. Ол ән шығара бастағаннан, күй шығара бастағаннан
біз тып-тыныш отырамыз, емімізді далаға шығып кетеміз. Себебі мазасын алмаймыз, ойы бекісін әттенді. Міне сол жалпы өнер адамына жар болу, асау құпарды баптағанмен бірге айтқаным ғой концертте 90-шы жылы. Қалтай Мұхамеджан далаға келіп, далада су ішіп тұрғанбыз краннан. Қызым, жаңағы сөзді айтқан сен ба? Мынақтың келіншегі сен ба? Иә, мен. Айналайын, әдем айттың ау. Өте әдем сөйледің. Асау құпарды баптағанмен бірге. Шынында да өнер адамы асау құпар. Өте асау. Кейде мінезі бұлай, кейде қайғыдан шығып қалам деп ойлайсың. Асау құпарға жар болу өте қиын. Бірақ қиындықтарды жеңе отырып, әнде шығарды, күйде шығарды. Дайға тәубе. Келесі ән Наурызға тілегі. Dayalı
Кешімізді ары қарай жалғастырамыз. Мұрат Сыдықтың әні «Балықшы қыз» орындайтын оқушылар үйінің қызметкері Жеткергенова Серді. Теңіздің асау айдынында балықшы тордың төгейдің, жанасып толқын қайығына сағынып қолын өбейдің. Көктеміз күмбірлеп сыңсында, маржында шашағым ұласқанға, балықшы күліп шаттанады, кеудесі толғандай жырдастанға. Тербейді бір сәт толқын бесін, балықшы қызды әлдилеп, шырқайды салу ескегесін, теңізбен бірге білмейдем. Көктеміз күмбірлеп сыңсында, маржында шашағым ұласқанға, балықшы күліп шаттанады, кеудесі толғандай жырдастанға. Қаймықпай қарсы көк дауылға, шалқыды астар шат жұмыс. Балықшы қызда қайта мұңға, қайығы толы ақ күміс. Көктеміз күмбірлеп сыңсында, маржында шашағым ұласқанға, балықшы күліп шаттанады, кеудесі толғандай жырдастанға, кеудесі толғандай жырдастанға. Келесі ән айтатын бәріміз ән айтып болған Базар апаға бір соғып кетеміз барлығымыз. Мұрат Сыдықтың әні «Астана» орындайтын оқушылар үйінің ұстазы Төлекеева Жансая қабылыңыздар. Тарихаттан ғажайып тастанамыз, арқада алтын орда астанамыз. Керемет сәндері ән күйері
Мұрат ағаның Базар апамызға арнаған әні «Аққуым менің» орындайтын оқушылар үйінің ұстазы Бегімбаев Әділхан. Құрметті Базар апа, Құндыз апай, құрметті әріптестер, оқушылар, бүгін бір әдемі тағылымдық кезекті мәрте Арал ауданында өзінің жалғасын тапты десек болады. Себебі Арал аудандық әкімдігінің, Арал аудандық мәдениет және тілдерді бөлімінің басқаруымен, ұйымдастыруымен үлкен аудандық деңгейде өнермен өрнектелген өмір атты Базар апамыздың 80 жылдық мерейтойын тойлады. Жақсылап әдемі естелік әңгімелерімізді айтты. Сол кезде де осындай бір жақсы Аралдың перзенті болған кеудемізді мақтанышқа толтыратын бір әдемі табиғи сазды кештің куәсі болдық. Енді біз Базар апа, мына Гүлнар Әбілбайқызының, Қанағат Әбдіхалыққызының өте жақсы іскер басшы қыздар екенін білемін. Бірақ мына оқушылар үйінде жаңа техникалық қызметкерлердің ішінде қарап отырмын, 2-ақ мұғалім фольклорлық этнографиялық ансамбль құрып, мынау балалардан қандай әдемі жеке-жеке бір жұлдыз жасап, бишіден әнші шығарып, жаңа мысалға Гүлбақыт, біз мектепте 2-ақ класс жоғары оқып, қандай мінекей өзінің басқаша қырменен танылып, мен соған қатты риза болдым. Бұл өнер сіздерге Мұрат ағаның рухымен, Базар апаның батасыменен дары берсін. Үлкен сахналарды бағындыра беріңіздер.
білесіздер. Бұған дейін де оқушылар үйі республикалық халықаралық сайыстардың жүлдегерлерін дайындаған үлкен өнегелі ұжым, жайдарман, би топтары, кеше осы соңғы жылдары робототехника, шебер қолдар, түрлі халықаралық облыстық республикалық деңгейдегі жүлделердің жүлдегерлері жеңімпаздары болып жүр. Осы ансамбльді құру оңай емес, оны түсінетін адам білет. Сондықтан Жұлдыз апай, Базарбай ағай, сіздерге басым дейіп рахмет айтамын. Себебі күнделікті өнердің жолында жүрген адамның өзінің жанды дауыста сүйеменмен ән айтуы, жанды дауыста сүйемелдеу үлкен еңбек. Оның қасында мен сіздерге қызығып жаңағына өте риза болдым. Көп рахмет. Енді Базар апа, Мұрат аға туралы өте көп әңгіме айтуға болады. Базар апа, сіз арманыңыз жоқ деп мен есептеймін. Аралдың аққуына қаншама әдемі әндердің прототипіне айналдыңыз. Сізге арналған әндердің барлығын қаншама буын жастар әрі қарай айта береді, айтамыз, әлде де неге айтып жүр. Сондықтан да Мұрат ағамыздың қалдырған бізге естеліктері, бұл әндері, жырлары, зерттеу жазбалары, тіпті кеше біз енді мұғалім болдық, завуч, директор болдық. Мұрат ағам өзі жазады сценарийді. Бір жылы кеше 9 майда ойлап тұрмын, ТНТВ қара уаз табудан тапсырма берді. Сонан уаз табыла ма? Осы кеше 10 шақты жылдықта бұл. Уаз іздеп кеттік, шығармашына есіңізде бар ма? Сіз бар екенсіз сол кезде. Сонан уазды бір мектеп таптық, төбесін аштырдық, жаңа несіне жағдай айтып водителіне. Ардагерлер санаулы қалған кез бұл соншама уаз. Сонан площадьта ардагерді отырғызып қойып айналдырғанда кәдімгі Мәскеудің қызыл алаңында площадь сияқты бір. Мен өте бақытты болып тұрдым сол кезде. Ана аталардың орнына өзімді қойып, міне еңбегім қайттау, қанымды беріп келген, жанымды серт етіп беріп келген соғыстан мен міне ұрпақтарым еңбегімді қайтарды деп. Ондай сценарий жазу қазір енді менің әріптестерім де тырысып жатыр, жақсы жұмыстар жасап жатыр, бірақ екінің бірінің ойына келмейді. Онан кейін бір наурызда былайынша енді күнделікті иесіне басып келген мал болмаса, ол асау малдар бір жазым қылады ғой. Жоқ, қорқыныш жоқ. Ақ нарға есіңізде ма? Ойбай-ау қыдырата болып жаңа ақтар менен шығып бата бергенде. Қазір енді біздің оқушылар барады, мұғалімдер барады, ол да жақсы өтіп жатыр, бірақ ана өнердің атасы, кие қонған адам шыққан кезде ағынарға мініп, ақ киініп, ол халыққа, елге бөлек әсер ететін еді. Міне сондай Қазақстан журналист, композиторлар одағының мүшесі, жаңа апам тізбелеп айтқан құрметті азамат атағынан бастап Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген өнер қайраткері, жалпы 1980 жылы Сыдықовтардың құрған ансамблі алғашқы ретлардың бірі болып, Қазақстанда халықтық ансамбль атағына еге болған ансамбль. Сол ансамбльменен талай өнер фестивальдеріне барып Қазақстанның атын паш еткен. Міне сондай тірі тарих апайға бүгінгі мына оқушылар үйінің жасап жатқан тағылымды кеші құтты болсын. Апа, сізге не айтамыз? Сіздің мына әлеуметтік желіден жазбаларыңызды оқимыз, сізбен бірге біз де сағынамыз, іздейміз. Бірақ біз ұлы Абай атамыз айтып кеткен ғой, өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырғанды. Осылай сөзін, әнін, күйін, жырын, сценарийін, барлық жазбаларын іздейтін осындай ұрпақтары бар кезде біз Мұрат ағамызды арамыздан алыстап кетті деуге қимаймыз. Сол шаңырақтың түтінін түтетіп отырған сізге Алла қуат берсін. Мінекей Гүлнар Әбілбаевна, Қанағат Әбдіхалыққызы бастаған сіздердің ұжымдарыңызға мен үлкен рахмет айтамын. Өнердің киесі сіздерді қолдап қорғап жүрсін.
Базар апамызға үлкен қуат берсін. Мынау келіп қатысып отырған әріптестерім, мектеп басшылары мінекей, Құндыз апай, баршаларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше жақсы болсын. Мына апамызға оқушылар үйінен әдемі камзолын киіп қайтсын, гүл шоқтарын қолтығына қысып қуанып шықсын деген сыйлығымызды табыс етейік. Қадірлеген артыңызды құрметтеп, өміріңіз ұлағатты құрметтеп, өнер үшін өмір сүрген жүрекпен 100 жасаңыз Базар апа құрметпен. Құтты болсын. Базар апа, мерейлі 80 жасыңыз құтты болсын. Сексен жасындағы осы Сәнира апайларың келіп, мынадай жеңсіз кездесті, орамал тартты, осындай әдемі гүл бер. Айналайын, рахмет. Мектептерің үздік атанып жатыр. Бәрі бұл сенің еңбегің бар. Дұрыс басшы болса, мұғалімдер де күшті болады, не көрмейсің ба? Оқушылар қандай, оларға ұлттық киім тіктіруге оңай емес. Біреуден сұрап алуда оңай емес. Оның бәрін басымыздан көтергенбіз. Сондықтан Алла оқушылар үйіне және келіп ел үшін тілек айтып себеп тұрған саған Алланың нұры жаусын. Алла тағала қорғандарың болсын. Тіл көзден аулақ болыңдар.